Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай керемет торт әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 5 қана жұмыртқа қажет. Көп артық зат керек емес, өте қолжетімді және өте оңай, тез әзірленетін торт. Мінекей 5 жұмыртқаны жарып алғаннан кейін, оған 1 кесе шекерді салып, жақсылап миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Бұл жерде біздің шекеріміз өте көпіршік болып, жақсылап сіңуі керек, еріп кетуі керек. Соға дейін араластырамыз. Оған қоса біз қопсытқышты және міндетті түрде ванилинді қосамыз. Ванилин мен қопсытқышты қосып болғаннан кейін тағы да араластырып, мінекей көпіршікті аппақ болғанша араластырамыз. Содан кейін оған біз ұн салатын боламыз. Ұнды електен өткізіп салған дұрыс. Өйткені біздің пирогтарымыз өте жұмсақ болып шығады. Сондықтан да міндетті түрде електен өткізіңіздер. Мінекей осылай жақсылап араластырамыз. Және біз араластырғанда массамыз өте қою немесе сұйық болып қалмау керек. Қоймал жың болу керек. Сол жағын ескеріңіздер. Сол кезде біздің пирогтарымыз өте жоғары көтеріліп, биік болып, және арасы да өте әдемі болып піседі. Мінекей оны 180 градусқа пешке қойып, екінші пирогты дайындаймыз. Оған да тура алдыңғыдай 5 жұмыртқа, 1 кесе құмшекер, осылай араластырып, жақсылап араластырып, тағы да қопсытқышты, сондай-ақ ванилинді қосамыз. Одан кейін торттың арасы жаңағы әдемі болып көріну үшін оған какао қоссақ та болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Мен какао қосып жасадым. Мінекей бұның да жаңағы ұнды електен өткізіп, қоюлығын ескеріңіздер. Өте сұйық немесе қою болып қалмауын байқаңыздар. Оны да жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Мінекей біз екінші пирогтың массасын дайындап қойғаннан кейін біз кремін ортасында жағатын кремін дайындап аламыз. Ол үшін бізге бар жоғы 200 грамм май, маргарин майы және де сгущенка жеткілікті. Бұл жерде майды ескертетін жағдай, ертіп алмаймыз, бөлме температурасында болуы керек. Одан кейін осы сгущенка екеуін жақсылап миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Кішкене креміне ұзақтау уақыт кетеді. Өйткені крем сияқты қою әдемі қалыпқа келгенше миксерлеңіздер. Мінекей бізде бірінші пирогымыз дайын болды. Оны ыдысқа аударып алғаннан кейін мінекей өте биік, әдемі пирог дайын болды. Енді біз екінші жаңағы какао қосқан пирогты пісіруге қоямыз. 180 градуста пісіріп аламыз. Одан кейін пирогтардың ортасынан осылай екіге бөліп алып, дайындап алған кремімізді жағып шығатын боламыз. Бір келкі етіп жағыңыздар. Одан кейін мінекей мен астына какао қосылған пирог, одан кейін бетіне какао қосылмаған пирогты осындай кішкене дұрыс кесілмеген жерлеріндегі жаңағы пирогтың орталарын алып қойсаңыздар, кейін бетіне жақсылап себетін боласыздар. Мінекей төртеуінде бірінің үстіне бірін қойып, араларына кремді жағып алдым. Жан жағына барлығына кейін жаңа біз ортасынан алған жаңағы майда үгінділерін осылай бетіне әдемдеп сеуіп шығамыз. Одан кейін ары қарай мен жаңағы осылай кәмпиттермен әсемдеп, сәндеп қойдым. Мінекей астарыңыз дәмді болсын.